Ассалаумағалейкум достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Нажиба. Бүгін сіздермен турецкий рецептпен етпен фри дайындаймыз. Ең алдымен етімізді видеода көрсетілгендей жіңішке етіп турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін ыдысымызға салып аламыз. Осында 2 дана пиязды блендерден өткізіп, тек қана суын ғана сығып аламыз. Кейін осында стакан мөлшерімен сүт қоямыз, 4 ас қасық сұйық май қоямыз. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка, приправа, зира қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Келесі енді картоптарымызды осындай жіңішке етіп турап аламыз. Крахмалы шығу үшін осындай 15-20 минут суға салып қоямыз. Майымызды қыздырып, картоптарымызды салып қуырып аламыз. Енді етті қуыру үшін табамызға көз мөлшерімен сұйық май қоямыз. Еттерімізді салып қуырамыз. Бетін жауып, 10-15 минуттай қуырамыз. Одан кейін 3 стакан ыстық су құйып, етімізді 2 сағат пісіріп аламыз. Пісуіне жақын тұз қосып араластырамыз. Міне 2 сағаттан кейін етіміз толықтай пісті. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін 2 немесе 3 қызанақты қабығынан ашып, тазартып, блендерден өткізіп аламыз. Табаға 4 ас қасық сұйық май құйып, блендерден өткізген бағана қызанақтарымызды салып қуырамыз. 1 ас қасық томат, немесе жарты шай қасық, 2 қызанақ болса, 1,5 шай қасық тұз бен 1 шай қасық паприка саламыз. 5-6 минут қуырғаннан кейін астын өшіріп қоямыз. Ендігі кезде ол тарелкаларға ең алдымен фрилерді қоямыз. Оның үстіне айран қоямыз. Айранымыз қою болу керек, сұйық болмайды. Оның үстіне соусымызды қойып жағып шығамыз. Оның үстіне етімізді саламыз. Етті салып болғаннан кейін ең үстіне сары майды ерітіп қоюымыз керек еді. Мен оған үлгермей қалдым. Видео ұнаса арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.